Мен Машықкер Тесбаева Мадина Айдарқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. 4-ші сыныпқа арналған дүниетану сабағына видео сабақ жүргізетін боламын. Тақырып: сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін? Оқу мақсаты. Сабақ мақсаты. Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын кішкене көңіл күйімізді көтеріп алайық. Ол үшін менің айтқанымды дұрыстап тыңдаймыз. Көршіңді оң жақтан құшақта, көршіңді сол жақтан құшақта. Оң жақтағы көршіңе бір жымиып, сол жақтағы көршіңе бір жымиып. Бүгінгі әдіс барысы: бәріміз бір отбасы. Жарайсыңдар, ендеше орнымызға отырамыз. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Өткен сабақта қандай тақырыппен таныстық? Адам өмірінде климаттың әсері тақырыбын өткен болатынбыз. Сендерге үй тапсырмасына тақырыпты мазмұндап келу және кейінгі 10 жылдықта климат пен ауа райы қаншалықты өзгерді деген тақырыпқа ата-әжең мен ата-анаңнан сұхбат алу берілген еді. Үй тапсырмасына барлығымыз жақсы дайындалып келдік деген сенімдемін. Оны тексеру үшін менің сұрақтарыма жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: климат дегеніміз не? Екінші сұрақ: күн сәулесі жер бетінің қай бөлігін көбірек қыздырады? Оның климатқа әсері бар ма? Үшінші сұрақ: климат адамдардың несіне әсер етеді? Төртінші сұрақ: адамның климат жылынғаннан кейінгі ойлап тапқан құралдарын ата. Бесінші сұрақ: климаттың өзгеруіне байланысты біздің бабаларымыз қандай шаруашылық түрімен айналысты? Алтыншы сұрақ: жаз айындағы ауа райы болжамы кімдер үшін маңызды болып келеді? Және соңғы жетінші сұрақ: климаттың ауа райынан қандай айырмашылығы бар? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Келесі: кейінгі 10 жылдықта климат пен ауа райы қаншалықты өзгерді деген тақырыпқа кім ата-әжелерің мен ата-аналарыңнан сұхбат алып келді? Қанекей қолымызды көтереміз. Жарайсыңдар балалар, үй тапсырмасын тексеріп болдық. Енді барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бұл жерде бағалау критериялары берілген. Балалар, барлығымыз мына аудиожазбаны мұқият тыңдаймыз. Тыңдап болған соң сендерге бірнеше сұрақтар қоямын. Бұл жазбадан кім не түсінді? Қалай ойлайсыздар, берілген ақпараттың біздің сабаққа қандай қатысы бар? Жарайсыңдар, бұл біздің жаңа тақырыпқа байланысты. Бүгінгі біздің жаңа тақырып: сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін? Бүгінгі сабақта сендер катаклизмнің түрлерін естеріңе түсіресіңдер. Өзің тұратын аймақта болуы мүмкін катаклизмдер туралы болжам жасайсың. Балалар, катаклизм дегеніміз не? Естеріңізге түсірейікші. Мына суреттерге қарап, қандай катаклизмдер туралы естігендеріңді айтып беріңдер. Жарайсыңдар балалар.
Ары қарай Қазақстанның физикалық картасы бойынша саяхат жасайық. Қазақстан жерінің басым бөлігін жазық жерлер алып жатыр. Шығысында Алтай тауы, оңтүстік шығысында Тянь-Шань тау жүйесі созылып жатыр, ал орталық бөлігінен Сарыарқа деп аталатын аласа тауларды көреміз. Үлкен су айдындарынан Каспий мен Арал теңізін атауға болады. Сонымен қатар көлдерден Балқаш, Алакөл, Жайсаң, ірі өзендерден Жайық, Ертіс пен Сырдария. Балалар, осы аталған жер су атауларын 41-ші беттегі картадан тауып көрсетіңдер. Міне, тақтада Қазақстанның физикалық картасы берілген. Барлығымыз мұқият қарап іздейміз. Жарайсыңдар, тапсырманы орындап болсақ, барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бұл жерде бізге бағалау критериялары берілген. Балалар, білесіңдер ме? Еліміздің кей облыстарында құрғақшылық, үскірік аяз, су тасқыны, шаңды дауыл, аптап ыстық және өрт секілді табиғат апаттары оқтын-оқтын болып тұрады. Таулы аймақтарда жер сілкінісі мен сел тасқыны жиі байқалады. Барлығы түсінікті болса, әрі қарай жеке жұмыс орындайық. Берілген ұғымдарды кестеге бөліп орналастырыңдар. Ұғымдар: дауыл, су басу, көктайғақ, тұман, құйын, құрғақшылық, шамадан асқан ыстық, қалың жауған қар, құбылмалы бұлттылы, аптап ыстық, жаңбыр, жел сілкінісі. Осы ұғымдарды мына кестеге бөліп орналастырасыңдар. Кестенің бірінші жағында табиғи апат, екінші жағында ауа райындағы құбылыс берілген. Іске сәт. Өте керемет, балалар, тапсырманы орындап болсақ, барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Әдеттегідей бұл жерде критериалды бағалау берілген. Әрқайсымыз өз-өзімізді бағалап жазып отырамыз. Қазақстанда болуы ықтимал табиғат апаттарының картасына барлығымыз мұқият назар аударамыз. Қауіптердің шартты белгілерімен мұқият танысамыз. Картадан өз облысыңды тап. Өз жеріңде болуы мүмкін табиғат апаттарын ата. Ол туралы білгеніңді айтып бер. Балалар, барлығына сәттілік. Бұл жұптық жұмыс, есімізден шығармаймыз. Жарайсыңдар, тапсырманы орындап болсақ, барлығымыз бағалау критерияларына назар аударамыз. Өзімізді бағалап жазып отырамыз. Оқушылар, барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бұл қауіпті жағдайда қоңырау шалып, көмек сұрайтын орындар. Есімізге сақтап, біліп жүреміз. 101. Өрт сөндіру қызметі. 102. Полиция қызметі. 103. Жедел жәрдем. 104. Газ қызметі. 112. Құтқару қызметі. Барлығымыз жаттап аламыз. Әрі қарай топтық жұмыс орындайық. Біз қазір жағдайды талқылаймыз. Сендерге бір жағдай беріледі. Сен түстен кейін досыңмен бірге балық аулауға бардың. Осы кезде аспанды бұлт торлай бастады. Бұлт күн көзін жауып, айнала одан сайын қараңғылана түсті. Сәлден кейін күн күркіреп, найзағай да жарқ ете қалды. Содан кейін жаңбыр шелектеп құя жөнелді. Найзағай әлсін-әлсін жарқылдап, күн күркіреуін қоймады. Ал енді мынау сұрақтарға жауап беріп, жағдайды анықтаңдар. Бірінші сұрақ: бұл табиғаттағы қандай құбылыс? Екінші сұрақ: мұндай жағдайда сендердің әрекеттерің қандай? Үшінші сұрақ: мұндай табиғат құбылысынан қорғану үшін қандай орынды таңдайсың? Ол үшін нені ескерген дұрыс? Өте керемет, балалар, барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бағалау критерияларын жазып аламыз. Балалар, біздің жерімізде болатын катаклизмдердің тізімін жасаңдар. Жасап болған соң, мынау берілген 3 сұраққа жауап беріңдер. Катаклизмдердің алдын алу үшін не істеуге болады? Катаклизм кезінде төтенше жағдай қызметі қандай рөл атқарады? Табиғат апаты орын алса, ТЖ қызметі мен халықтың іс-әрекеті қандай болуы керек? Жарайсыңдар, балалар, ендеше сабағымызды қорытындылайық.
Сендер қағаздан қиылған алақанның әр саусағына берілген сөйлемдерді аяқтай отырып өз пікірлеріңді білдіресіңдер. Бірінші, мен бүгін білдім. Екінші, мен түсінгенім. Үшінші, мен үйрендім. Төртінші, менің қиналғаным. Бесінші, мен қалаймын. Алақандарыңды тақтаға іліп қоясыңдар. Мен бірнешеуін оқып, талдап жібереміз. Ал енді барлығымыз үй тапсырмасын жазып аламыз. Үйге тапсырма оқулықтың 75-ші бетіндегі екінші жағдайды талқылаңдар және өздерің тұратын аймақта болатын табиғат апатының тізімін жазыңдар. Сабақты аяқтау үшін сендерге қима қағаздарды таратамын. Ол бұлт, күн және бұлт артынан шыққан күн. Егер де сендерге сабақтан түсінбегендерің көп болса, бұлтты, егер сабақ өте қызық болып өтсе, күнді, ал егер де сабаққа қызығушылықтарың енді оянып келсе, бұлт артынан шыққан күнді таңдайсыңдар. Жарайсыңдар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ ұнады деген үміттемін. Келесі сабаққа дайындаламыз.